Бірақ шектен бір шықсақ қатты кететін халықпыз. Бір кірмесек қақайып тұрып аламыз. Сәлем салу дұрыс та, бірақ өлген адамдарға сәлем салдырып жатыр, дұрыс емес ол. Тірісінде құрметтеңіздер. Әсіресе бұл қай уақытта болады? Бұл бет ашқанда болады. Дұрыс айтасыздар. Бет ашқанда ана тамадалар нәрсеге ұйқастырып алып, аруақтарға сәлем сал деген керек емес. Аруақтарға Құран оқып, бата қыл болды. Аруаққа сәлем салынбайды. Одан кейін зираттың басына барғанда да, әулие басына барып, ана қабір басына барғанда да өлгендерге сәлем салудың керек жоқ. Особенно свежий түскен келіндерге. Жаңадан кейін түскен келіндерге ана өлген атаңа сәлем бер деген бұл дұрыс емес. Келін жақсы болса Құран оқи берсін, шелпек салсын, бата қылсын. Содан қалған аруаққа құрмет, аруақтан қалған баласы бар, сенің қайнаған, аруақтан қалған сенің күйеуің бар, соның аяғын астына түсіп, қызметін жасап жүрсең, міне аруақ сыйлағаның болады. Өлгендердің басына барып, сәлем салып, келіп ап, қайнағасын жамандап, қайнапкелердің иттірасуасын шығарып, өсектеп, жолысып жүргендер, бұлай. Не пайда сен сәлем салғаннан? Ол харам болады. Өлген адамның басына сәлем салынбайды.